Мен әдебиетте лирик ақын ғана емес, эпик ақын. 30-дан астам поэма бердім. Соның ішінде Шалқыма мен Алтайдың асулары, Сұлтан Махмұт арманы асылдары, Майдан бегім төртеуі төрт құбылам мен кешкен ғасырдағы ірі дүниелер деп есептеймін. Қазақстан, республикам менің, әйнек күн шатыр аспан, кең дала, төсі толқыған егін, көлдер көкке күмістер шашқан. Қазақстан, республикам менің, кемуді білмес кеңітті өмір, құрсағы құтты сахара демін, перзенті болат, қорғасын көмір. Қазақстан, республикам менің, өрісте малын әндетіп баққан, ертістің от қып, толқынын жаққан, доп қылып атқан, жұлдызды қаққан. Қазақстан, республикам менің.